Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін сіздерге тауық еті мен картопты табада пісіретін боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар: майонез, лимонный сок, чеснок, аджика, одан кейін тауықтың еті голень дейді. Одан кейін әртүрлі дәмдеуіштер. Ең алдымен майонезімізге аджика, одан кейін лимонный сок, одан кейін әртүрлі дәмдеуіштер. Барлығын описанияға жазып қалдырамын. Қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприка, кристальный тұз, одан кейін тауыққа арналған, яғни тауық етін пісіруге арналған дәмдеуіш. Одан кейін 3 зубчик чеснокты осылай өткізіп, майдалап, осыны қосамыз да араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін әрбір голінімізді осылай жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін қалған соусымызды осы тауық етін үстіне қосамыз. Енді осының барлығын жақсылап араластырып жағып қоямыз да үстіне 1 стакан суды толтырмай құямыз. Құйып болғаннан кейін бетін осылай пищевоймен жауып 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қалдырып қоямыз. Тауық еттеріміз дайын болғанша картопымызды ашып турап қоямыз. Маған жарты килодай картоп кетті. Осы қазір қызып тұрған майда картопты тауық етінде екі жанын қызартып қуырып аламыз. Мінекей, осында ыдысымызға майымызды құйып, картопымызды аз-аздан сала отыра қуырамыз. Осылай қызарғанша қуырамыз да бөлек осылай табамызға алып қоямыз. Картоптарымыздың барлығын қуырып болғаннан кейін тауықтың аяқтарында осылай қуырып шығамыз. 2 шеуден салып қуырамыз. Бұны да екі жанын, екі бетін қызарғанша қуырып аламыз. Неге осылай енді картоптың үстіне қойып шығамыз. Барлығын қуырып болғаннан кейін осы табамызды қазір газға қоямыз да қалған осы ыдыстағы соусымызды мінекей табаға барлығы салып дайындап қойдым. Енді үстіне соусымыздың жартысын құямыз да астын жай қойып, бетін жауып, бұқтырып қоямыз. Картопымыз піскенше аздап тұзымызды сеуіп жібереміз. Дайын болып қалды. Өте дәмді болып шықты қыздар. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын.